сабақтарда 7-ші сабақтың 18 сөзін аяқтатқанбыз. Енді қазір біз осы 7-ші сабақтың диалогын екіге бөліп отырмын. Басындағы сөздерге кірістірілген өзінің кітап бойынша берілген диалогы. 第七课你吃什么? 7-ші сабақ сен не жейсің? Енді осының көвін деген сөзіміз текст. Енді біз осындағы текстке қарайық. 中午你去哪儿吃饭? Міне иероглифпен. 中午你去哪儿吃饭? Түсте сен барасың қайда жейсің тамақ? Төте баспа-бас аударған кезде. Енді біз қазір бұны қарай аударамыз. Түсте сен қайда барып тамақ ішесің? Немесе тамақ жейсің. Сонда бұл қандай сөз? 中午你去哪儿吃饭? Түсте сен қайдан тамақтанасың деген сөз. Былайша айтқан кезде түскі обедте сен қайдан тамақ ішесің? 中午你去哪儿吃饭? 中午你去哪儿吃饭? Сен түсте қайда барып тамақтанасың? 我去食堂дейді. 我去食堂. Мен қайда барамын? 我去食堂. Мен барамын асханаға. Сонда 我去食堂болса, мен асханаға барамын. Мен асханаға барамын. Етістік соңында кетіп қалады. 你吃什么? 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 Сен жейсің не? 你吃什么? Сен не жейсің? 我吃馒头. 我吃馒头. Мен не жеймін? Мен жеймін нені? Манту дегеніміз бұ нан. 我吃馒头. Мен бұ нан жеймін. 你要几个? Саған керек нешеу дейді. 你要几个? 你要几个? Саған керек нешеу? Жи деген сөз есімізде бар ма? Қанша, неше деген. Кішкентай сандарға қолданамыз. 10-ға дейінгі сандарға қолданамыз. 你要几个? Саған керек нешеу? Нешеу жейсің бірінші. Саған нешеу керек? Хочу, керек. 要. 一个你吃吗? 一个你吃吗? Біреу. Сен жейсің бе? 一个你吃吗? Біреу сен жейсің ба? 中午你去哪儿吃饭? 我去食堂. 你吃什么? 我吃馒头. 你要几个? 一个你吃吗? 中午你去哪儿吃饭? Түсте сен қайда барып обедтенесің, тамақтанасың. 我去食堂. Мен асханаға барамын. 你吃什么? Сен не жейсің? 我吃馒头. Мен бұ нан жеймін. 你要几个? Сізге керек, саған нешеу керек? 一个你吃吗? Біреу сен жейсің ба? Бұл алдыңғы диалогы. Қазір екінші диалогына түсеміз. Сәлем достар, енді бізде 7-ші сабақтың екінші диалогы. Алдыңғы сабағында мен сіздерге бірінші диалогын қысқарақ қылып бергенмін. Екінші диалогы. Мынада кейбіреуінің пиындары немен жазылып тұр? Қызылмен жазылып тұр да, иероглифтері қарамен жазылып тұр. Сондықтан кішкене түсінікті болу үшін сіздерге осылай жаздым. Кішкене ала-құлала болып кетті. Енді өйткені қызылмен пинyin, қарамен иероглиф. Кейбіреуінде қарамен пинyin жазылды да, қызылмен иероглифтер. Так, 第七课你吃什么? 7-ші сабақ. Сен не жейсің? Екінші диалогы.
Biz алдыңғы диалогында мысалы шытаңдағы әңгіме болған, е? 中午你去哪儿吃饭? түсте сіз қайда барып тамақтанасыз? 我去食堂. мен асханаға барамын. 你吃什么? сен не жейсің? 我吃馒头. мен бұл нан жеймін. 你要几个? саған нешеу керек? немесе қаншау керек? иә? 一个, 你吃吗? біреу, сен жейсің ба? деп тоқтаған. енді мына жерде 不吃, 我吃米饭, 你和什么? 不吃, 我吃米饭, 你和什么? иә, 不吃, 我吃米饭, 你和什么? жемеймін. 吃дегеніміз жеу болса, бұл қосылса, 不吃болса, жемеймін. иә, 我吃米饭. мен бұл нан жемейді екем, 我吃米饭. мен не жеймін? мен жеймін күріш тамақ. иә, 我吃米饭. мен күріш тамақ жеймін. 你和什么? 你和什么? сен ішесің не? иә, сонда сен не ішесің? иә, 我要1碗鸡蛋汤, 你喝吗? 我要1碗鸡蛋汤, 你喝吗? маған керек бір кесе жұмыртқа сорпасы. 你喝吗? сен ішесің бе? иә, 我要1碗鸡蛋汤, 你喝吗? маған бір кесе жұмыртқа сорпасы керек. сен ішесің ба? 不喝, 我喝啤酒. 不喝, 我喝啤酒. ішпеймін. иә, 喝болса ішу, 不喝болса ішпеймін. иә, жаңағы 吃, жеу, 不吃, жемеу. иә, жемеймін. 我喝啤酒. мен ішемін нені? пиваны. иә, 我喝啤酒. мен сыра немесе пива ішемін. иә, 这些是什么? 这些是什么? мыналар. иә, мында тұрған бірнеше тамақ тұр екен. иә, бірнеше түрлі дүние нәрселер тұр екен. иә, 这些是什么? мыналар не? мыналар не? 什么? 这是饺子, 这是包子, 那是面条儿. 这是饺子, 这是包子, 那是面条. 这是мынау пельмен немесе тұшпара, мынау манты, анау ментяу, лағман. иә, сонда мысалы 这些是什么? мыналар не? 这是饺子, 这是包子, 那是面条. мынау пельмен, тұшпара, мынау манты, мынау кеспе немесе лағман, не? кеспе тамақ, ұн тамақ. иә, так, міне бұл 7-ші сабақтың 2-ші диалогы. 不吃, 我吃米饭, 你喝什么? 不吃, 我吃米饭, 你喝什么? мен жемеймін, мен күріш тамақ жеймін, сен не ішесің? 我要1碗鸡蛋汤, 你喝吗? маған керек бір кесе жұмыртқа сорпасы, сен ішесің ба? 不喝, 我喝啤酒. ішпеймін, маған керек, мен пива ішемін, сыра ішемін. 这些是什么? мыналар не? иә? 这是饺子, 这是包子, 那是面条. мынау тұшпара, мынау манты, анау кеспе, немесе лағман. иә? ментяу. екінші диалогтары осымен аяқтады. 不吃, 我吃米饭, 你喝什么? жемеймін, мен күріш тамақ жеймін, сен не ішесің? 我要1碗鸡蛋汤, 你喝吗? маған керек бір кесе жұмыртқа сорпасы, сен ішесің ба? 不喝, 我喝啤酒. мен ішпеймін, мен сыра ішемін. 这些是什么? мыналар не? 这是饺子, бұл пельмен, тұшпара. 这是包子, бұл манты, 那是面条, анау кеспе. иә, немесе лағман. міне бұл 7-ші сабақтың соңғы диалогы. жалпы 7-ші сабақта
第七个你吃什么 sen ne jeysin? 中午你去哪儿吃饭? 中午 түсте sen қайда барып тамақтанасың? 我去食堂 мен асханаға барамын. 你吃什么 sen не жейсің? 我吃馒头 мен буынан жеймін. 你要几个 саған нешеу керек? 一个 你吃吗? біреу sen жейсің ба? 不吃我吃米饭. 你喝什么? жемеймін мен күріш тамақ жеймін. sen не ішесің? 我要1碗鸡蛋汤. 你喝吗? маған бір кесе жұмыртқа сорпасы керек. sen ішесің ба? 不喝我喝啤酒. ішпеймін мен пива ішемін. сыра ішемін. 这些是什么? мыналар не? 这是饺子, 这是包子, 那是面条. бұл түшпара, бұл манты, анау кеспе. немесе лағман. міне бұл 7-ші сабақтың диалогы, сөздері мен диалогтары негізінен толығымен аяқталды. Копиясын мен сіздерге интернетте қосымша диалогты, копиясын қосымша сіздерге беремін. Арасында мен сіздерге осы әрбір сабақтың жаттығуларын мүмкін беріп отырамын. өздеріңіз қаншалықты сөздерді орындаған, қайталағандарыңызды өздеріңіз сынап көрсеңіздер болады. Мысалы, енді сіздерді басқа адам көрмейді ғой, мен көре алмаймын сіздердің қаншалық оқып жатқандарыңызды. Сондықтан мен арасында кейбір жаттығуларды ютубта жолдап қоямын, жаттығуларды, әрбір сабақтың жаттығуларын. Сіздер соны істеп өздеріңіз оққан иероглифтеріңізді қолданып көріңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.